Үшінші орында осылардың дауы тұрады. Сондықтан мына бұл жерде 61-ден 65-ке дейінгі республикадан өзінің екі Қаратөбелін боздырып, бас бәйгені бермеген Ақмұқан Өтегенов бейнеленген. Үстіндегі бәйге бала Несіпбай Орпашев былтыр қайтыс болды. Осы суретті апарып бергенімде жыладым, мынаны қайдан алдым. Мына сол Қаратөбелге берген, 25-ші жылы Қаратөбелге берілген диплом. Бұл жерде әкем, біріншіне де әкем тұр, әкем жылқы фермасын меңгерген кісі, 21-ші жылы 300 шақырымдық уәліде адай жылқылардың жарысы өткізіледі. Оның жаңағы төзімділігін және күш қайратын тексеру мақсатында. Ол тексеруді өткізген Алман Байдулов деген кісі, ол ауыл шаруашылығын бітірген, 55-58-дің арасында Қызылтаң колхозын басқарған кісі. Сондықтан асыл тұқымды адай жылқысын өсіру мекемесінің директоры болып та жасаған. Сондықтан мына елдің аузындағы аңыздар шын ба, өтірік па деп ойлаған болар деймін. Мынау аттардың, жаңағы аттардың стартта тұрған, стартқа дайындалып жатқан кезі. Одан кейін тор аттарды бір бөлек, ақ аттарды бір бөлек реттейді. Осы реттеген кезіндегі аттардың бөлінісі. Ортада Ақмұқан атбегі, Ағатай Тыныштық, мынау орыстың баласын біліп тұр, бірақ Орпашев Несіпбай барған екен. Мына жерде тұқымның арғымақтары берілген. Мына жерде Сәбит Әбішевтің тұлпардың тұяғынан өрілген тарих деген адай арғымақтары әр жерде жазылған. Суын мұлынды біліп тұрсыз, су жылқысы, сол суын мұлменен адай жылқыларының қатысы бар деген әңгімелер бар. Мен бұл музейде алдағы уақытта да адай жылқылары жөнінде аңыздарды өткізетін боламын. Сондықтан енді қысқа қайырып тұрмын. Су жылқысы дегеніміз өзінің ерекшелігі судай жүйрік екен, және тұрғанда үстінен тоқтамай су тамшылап тұрады екен. Сонда аңыздарда осындай өзінің ерекшелігіменен аты қалған. Ақалтекенің де, және мына суын айғырлардың да, адай жылқысының да арғы түбінің суын айғырға шабысы бар деген әңгіме жиірек айтылады. Сіздерге рахмет, ықыласпен.